Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз линза, жұқа линзаның формуласы және де жұқа линзалардан кескін алу. Алдымен жаңа сабақты бастамас бұрын үй тапсырмасына назар аударайық. Бүгінгі біздің алдыңғы сабақтағы үй тапсырмасын қайталау үшін біз Learning App бағдарламасы бойынша сұрақтарды сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Экрандағы сұрақтарға назар аударайық. Бірінші біз өзімізге сұрақты таңдаймыз. Мысалы, сфералық айнаның фокус арқылы бас оптикалық оське перпендикуляр өтетін жазықтық. Өзіміз ойланып, қандай жауапты сәйкестендіретінімізді ойланайық. Жақсы. Жауаптардың дұрыс-бұрыстығын соңында тексереміз. Келесі сұрақты қарайық. Мысалы, сфералық айнаның О тобелісі мен сфералық геометриялық центр арқылы өтетін түзу. Ол қайсысы? Сол сұраққа жауап іздейік. Ойланайық. Өз жауабымызды сәйкестендірейік. Жақсы. Жақсы, келесі сұрақ. Айнаның О тобесі мен фокусының ара қашықтығы қалай деп аталады? Ойланайық. Жақсы. Жауапты сәйкестендірдік. Дөңес айна жарықты шашыратады. Оның фокусы қандай болады? Ойланайық. Жақсы. Келесі сұрақ. Жарық сфераның сыртқы бетінен шағылатын айна. Қандай айна ол? Жақсы, ойланайық. Өз жауабымызды сәйкестендірейік. Жарық сфераның ішкі бетінен шағылатын айна. Ол қандай айна? Ойланайық. Өз жауабымызды сәйкестендірейік. Жақсы. Шағылдырғыш беті сфераның белгілі болып табылатын айна. Ол қандай айна? Жақсы. Өз жауабымызды сәйкестендірейік. Міне сұрақ. Сфералық айнаның О тобесі мен сфераның геометриялық центрі арқылы өтетін түзу. Ол қандай түзу болады? Бұрын ой қозғау әдісі арқылы суретте көрсетілген құралдардың атауын атап, бұл суреттегі құралдарға ең ортақ дүниені атасақ. Қалай ойлайсыңдар балалар? Ойланып көрейік. Мысалы, бірінші біздегі суретте микроскоп, телескоп, лупа, бізде дүрбін, тазықша айтқанда. Жақсы, бұл бізде ой қозғау әдісіне бұлардың барлығына ортақ нәрсе, ол линза. Жақсы, келесіне өтейік. Линза дегеніміз не? Линза дегеніміз мөлдір жазық дене. Линзаны біз көз торларына қолданамыз. Яғни көздің көруіне байланысты алыстан көргіштік, жақыннан көргіштік, көзілдіріктің орнына пайдаланамыз. Келесі. Енді линза бізде екі түрге бөлінеді. Линза ол біздің екі жағы сфералық беттермен шектелген мөлдір денелер. Ол бізде жинағыш және шашыратқыш болып екіге бөлінеді. Енді осыларға тоқтала өтейік. Жақсы, келесі. Линза деп ол бізде осы енді мына жердегі линзаның түрлеріне атап өтсек. Мына бетте тұрған үшеуі бізде жинағыш линзаның түрлері. Жинағыш линзаның бізде үш түрі болады. Қос дөңес, жазық дөңес, ойыс дөңес. Мынау бізде түрлері арқылы ажыратамыз. Мынау бізде шашыратқыш линзаның түрлері. Қос ойыс, жазық ойыс, дөңес ойыс, осы ол бізде шашыратқыш линзаның кескіндері түрлері яғни. Жақсы, келесі. Жинағыш линза мынау бізде координаталар жазықтығында осындай белгілемен белгіленеді. Мынау фокусы, екі аралықтағы фокустың арақашықтығы тең болады. Оны біз есте сақтауымыз керек. Алдыңғы сабақта біз өттік, мынау біздің оптикалық центр. Жинағыш линзада барлығы бір оське нүктеге алып кеп жиналады, атына сәйкес өзінің. Жақсы, келесі.
Шашыратқыш линзада бізде назар аударсақ, координаталар жүйесінде ол бізде жинағыштікіне қарағанда өзгешелік, яғни стрелкасы бізде жоғарыға немесе төменге бағытталған. Ең бірінші координата жүйесін сызылғанның өзінде біз жинағыш пен шашыратқыш линзаны ажырату үшін осы белгілерден ақ бірінші белгісі соны жазып аламыз. Бізде кескін қандай, шашыратқыш па, әлде жинағыш па екен. Енді екіншісіне назар аударайық. Біз айттық, фокустың екеуінің арақашықтығы бірдей болады. Бірдей фокустан тараған жарық бір кескінге жиналып тұрған жоқ, я, сәйкесінше қайда жан жаққа шашырап тұр. Шашыратқыштың линзаның түрін екеуін ажырату үшін арналған дүние. Жақсы, келесі. Енді қараймыз, осы біздің линзаларды дәлдігімен адамның көзіне дәл ретінде есептеп алу үшін бізге жұқа линзаның формуласы есептеп алынған. Ол бізде фокус үлкен F әрпімен белгіленеді. Фокус аралығы өлшем бірлігі ХБЖ-да метр. Халықаралық бүліктер жүйесінде D кішкентай D линза мен дененің аралығы, кішкентай F линза мен кескіннің аралығы, өлшем бірліктері ХБЖ-да метр. Егер есепте бізде сантиметрмен белгіленсе, біз оны міндетті түрде халықаралық бүліктер жүйесіне метрге айналдырып аламыз. Жақсы, келесі. Мынау жұқа линзаның формуласының ең бастапқы формуласы болса, біз ол формуланы түрлендіріп, яғни ол жерде бізге линза мен кескін аралығын табу керек болса, яғни кішкентай F-ті, біздің формуламыз осылай түрленеді. Яғни фокус аралығы линза мен дененің аралығына көбейтіліп, линза мен дененің аралығын азайтамыз фокус аралығынан. Бұл формулаларды бізде есеп шығару барысында керек болады. Оқушылар өздеріңізге дәптерге міндетті түрде жазып алыңыздар. Жақсы, келесіне өтейік. Енді линзада кескін салу жолдары. Ең бірінші бізде бас оптикалық оске параллель түскен линзаға сынған дейін F фокусы арқылы өтеді. Кескін сызарда координаталар жүйесін сызып аламыз. Ол координаталар жүйесіне от центрін белгілейміз. От центр арқылы өтетін сәуле сынбайды, бағытын өзгертпей линзадан өтеді. Үшіншісі, фокус арқылы түскен сәуле линзада сынғаннан кейін бас оптикалық оске параллель өтеді. Қазір біз кескін сызарда практикалық түрде оны қолданып үйренеміз. Жақсы, келесі. Кескіннің бізде бірнеше түрі болады. Оны қарап кетейік. Жақсы. Тура немесе төңкерілген, шын немесе жалған, үлкейтілген немесе кішірейтілген болып бөлінеді. Яғни бұлардың барлығы бір уақытта қолданылмайды. Мысалы, бізде жинағыш линза әрдайым шын кескін береді, шашыратқыш линза ол бізде жалған кескін береді. Ол әрдайым. Енді тура және төңкерілген, үлкейтілген және кішірейтілгенді кескінді сызу барысында түсіндіріп өтейін. Келесінде жинағыш линзада кескін алу. Мысалы айттық, мынау біздің координаталар жүйесі. Мына белгінің өзін көргенде біз бұның жинағыш линза екенін түсінеміз. Яғни кескіннің сипаттамасы деп жазғанда біз өзімізге бірінші пунктіне жинағыш линза деп жазып аламыз. Бізде енді келесі кестеде жинағыш линзада төмендегідей бейнеленеді. Бізде қарайықшы, осы жерде, мына жерге қазір біздің кескіннің ережесі белгісі белгіленеді. Мына жерде біздің кескініміз осы аралықта орналасқан екенін біліп отырмыз. Осы аралықтан бізге параллель сызық жүргіземіз. Параллель сызық жүргіздік. Ол центрден өтті. Ол бізде фокус аралығында өтті. Мына жақта олар түйіспеді. Енді біз өзіміздің бағытымызды екі аралықты жоғары жаққа сынап көреміз. Яғни жоғары жақта түйісем екен соны қараймыз. Қарайық, мына жерде тағы да қазір бізде сызық пайда болған кезде мына екеуі түйіседі, я? Түйісу орны табылды. Мына жерде екеуі түйісіп тұр. Енді мына жердегі бізде сызық. Бұл енді кескінге, линзаға анықтама беріп өтейік. Бұл кескін бізде қандай? Қара, жинағыш. Қандай кескін береді дедік біз? Шын. Бұл бізде үлкейтілген ба, кішірейтілген ба? Яғни, үлкейтілген деген мынаған қарағанда үлкен ба деген сөз. Мынау мысалы, мынаған қарағанда үлкен. Значит, мынау біздікі үлкейтілген болып тұр, я? Егер де біздің пайда болған кескініміз мынаған қарағанда кішірек болғанда, біз онда кішірейтілген деген анықтама беретін еді. Енді бұл жерде біз өзімізге үлкейтілген деген анықтама береміз. Жақсы, келесі. Енді кескіннің сипаттамаларын тексеріп көрейік. Жалған, тура, үлкейтілген. Тура дегенді айтап өтсек, мына жерде тура неге болды? Себебі кескін мына жақтағы бейнеде емес, бізде мына жақта пайда болды. Сондықтан да бұл бізде тура кескін болып табылады. Жақсы, келесі. Бұл бір мысал. Енді дене екі еселенген фокус аралығында орналасса, онда бізде
параллель өтті, фокусқа сыздық. Қазір бізде бас фокус арқылы өтеді сызығымыз. Екеуі түйісті. Енді мына жердегі сызықты қарайық. Қарасақ, бұл төңкеріліп тұр. Кескінімізге де жинағыш, мына жерде төңкерілген. Себебі уыш стрелкамыз төменге бағытталған. Сондықтан да бұл төңкерілген линза болады. Мынаған қарағанда үлкен мынауымыз. Сондықтан да үлкейтілген болады. Тексеріп көрейік жауабымызды. Кескіннің сипаттамалары шын, төңкерілген, үлкейтілген. Жақсы. Келесі. Шашыратқыш линзада кескін алудың қандай айырмашылығы бар екенін салыстырып көрейік. Тоқтата тұр. Баспыстан алуға тоқталып өтсек. Шашыратқыш линзада координаталар жүйесінде белгіленуін өзіне шашыратқыш линза екенін анықтауға болады. Яғни айырмашылық бар. Жақсы. Кестеде шашыратқыш линза төмендегідей белгіленеді. Ол біздің екі F аралық пен F аралықта орналасқан екен. Енді осыдан біз кескін алуды сызып көрейік. Яғни бағытталған шашыратқыштың бір айырмашылығы ол мына жаққа өтіп кетпейді. Ол қайта не істейді, шашырайды. Фокус аралықтан өтті. Енді бізде түйісу аралығы центрден өтеміз. Қазір центрден өткен жерді белгіленеміз. Енді осы кескінге анықтама беріп көрейік. Мұнау бізде мынаған қарағанда қандай? Кішкентай, сондықтан да бұл бізде кішірейтілген болады. Сосын біз айттық жаңа шашыратқыш линза әрдайым жалған кескін береді дедік. Жалған. Бұл бізде төңкерілмеген, яғни төңкеріліп тұрған жоқ стрелкамыз, бұл тура кескін беріп тұр. Жақсы, тексеріп көрейік енді. Сипаттамалары жалған, тура, кішірейтілген. Жақсы, өте жақсы. Келесі. Енді линзаның оптикалық күші. Линзаның оптикалық күші дегеніміз үлкенді әріппен белгіленеді. Өлшем бірлігі диоптрия, қысқаша ДПТР деп жазылады. Линзаның оптикалық күшінің формуласы D тең 1 бөлінген F, яғни 1 бөлінген фокус аралығы. Ары қарай жұқа линзаның формуласымен жалғастырып, формуланы түрлендірсек болады. Жақсы. Линзаның сызықтық үлкейтуі. Линзаның сызықтық үлкейтуі үлкен Г әрпімен белгіленеді. Линзаның сызықтық үлкейтуінде бізге кескіннің биіктігі қажет, ол бізде үлкен H әрпімен белгіленеді. Линзаның ұлғайтуында бізде дененің биіктігі қажет, ол бізде кішкентай H әрпімен белгіленеді. Формуласы Г тен H бөлінген кішкентай H тең болады F бөлінген кішкентай D. Бұл формуланы біз көзілдірікте қолдануда, яғни жақыннан көргіштік, алыстан көргіштікті есептеуде қолдана аламыз. Яғни адам көзілдірікті жайдан жай таңдап ала алмайды. Осы белгілер бойынша есептеп, барлығын саралап, барлық сандық өлшемдерін шығарар алдында осы барлық белгілер, формулалар қолданылады. Линзаның ұлғайтуын кескін арқылы қайдан байқауға болады? Адамның көзін торламаға түсірген кезде біз өзімізден биіктігін, яғни олардың сәйкестігін біз кескінге түсіреміз. Сол арқылы сол кезде есептеулерде қолданылады. Мына есептерді біз алдыңғы сабақтағы өткен білімдеріміз бойынша осы есептерді келесі сабақтарда қарастырамыз. Бірінші есепті үй тапсырмасы ретінде. Ал енді бүгінгі жинаған біліміз бойынша, сабақ бойынша не түсінгенімізді саралап өтейік. Яғни сабақты бекітейік. Өзіміздің бүгінгі сабақта жинағыш линза жайында қандай ақпарат білгенімізді бірге тексеріп көрейік. Learning App бағдарламасы бойынша бірінші біздегі сұрақтарды нақтылап алайық. Линзаның беттерінің формасына пішініне қарай нешеге бөлінетін аттаңыз дейді. Екіге бөлінеді, бізде дөңес және ойыз. Линза дегеніміз не? Келесі сұрақ. Линза дегеніміз бізде қалай ойлайсыңдар? Екі сфералық бетпен шектелген мөлдір денелер. Жақсы. Жұқа линзаның формуласы. Бүгінгі біздің танысқан формуламыз. Фокус тең болады, 1 бөлінеді. Жақсы. Оптикалық күштің формуласы қандай? D тең 1 бөлінген F. Жақсы. Линзаның сызықтық ұлғайтуы дегеніміз кескіннің сызықтық өлшемімен нәрсенің сызықтық өлшеміне қатысты тең физикалық шаманы атайды. Линзалар нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді, жинағыш және